Қайырлы күн, достар. Бүгін біз химия пәні бойынша бірінші тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын талқылап өтейік. Кеттік, бірінші сұрақтан бастаймыз. Натрий атомы үшін дұрыс тұжырымдарды анықтаңыз. Сіздерге 5 вариант берілген. Осы 5 варианттың қайсы дұрыс келеді? Натрийдің сыртқы электрондық қабатында 1 электрон бар. Натрийдің сыртқы қабатындағы 1 электронды беріп жібере алады. Натрий сыртқы қабатына 2 электрон қосып алады. Натрий плюс ионын түзе алады, натрий 1 ионын түзе алады. Бұл жерде бізде біріншісі сай келіп тұр. 1 электрон бар сыртқы қабатына, және сыртқы қабатына 1 электрон беріп жібере алады. 1-2 келіп тұр, және бұл натрий плюс ионын түзеді. 1-2-4 жауаптысы болады. Келесі сұраққа мән берейік. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші энергетикалық деңгейлердегі электрондардың максимал санын өсу ретімен орналасқанын белгілеңіз. Енді әрбір деңгейде сиятын электрон бар. Бірінші деңгейде 2 электрон сият, екінші деңгейде 8 электрон сият, үшінші деңгейде 18 электрон, төртінші деңгейде 32 электрон. Түсінікті? Солай көбейіп кете береді. Демек, бұл жауаптысы болады. Төменде берілген қосылыстардың формуласын нөлдік қосынды әдісі бойынша құрастырыңыз. Феррум 3 плюс және сера 2 минус, хлор 7 плюс және оттек 2 минус. Мен сіздерге алдын ала жазып қойдым. Феррум 2S болады. Бұл жерде крест-накрест формуласы бойынша да жасауға болады. Қанша валенттілік болса, сол, мысалы, феррумда 3 валенттілік болса, сераның индексі 3 болады. Егер сера 2 валентті болса, феррумның индексі 2 болады. Крест-накрест деген сөз. Келесі, фосфор оттекпен жарық шығара отырып, қарқынды жанып, фосфор оксидін түзеді. Фосфор оксиді суда ерігенде фосфор қышқылы түзіледі. Осы өзгерістер сипаттайтын реакция теңдеулерін жазып көрсетіңіз. Бірінші біз жануын фосфордың, екінші біз фосфор 5 валентті оксидінің сумен әрекеттесуін жазуымыз керек. Реакциялар жазып қойдым. Фосфор жану реакциясы міндетті түрде O2-ні қосамыз, және бізде P2O5 деп 5 валенттілік оксид, фосфор оксидін түзеді. Осы фосфор оксид сумен әрекеттескенде қышқылға айналып H3PO4 деген қышқылға айналып шығады. Келесі, кестеде берілген атомдар мен иондардың электрондық формуласымен сәйкестендіріңіз. Алюминий, кальций, хлор, магний және электрондық формулалар жазылған. Электрондық форма анықтау үшін сіздер бұның реттік номерін біліп алуларыңыз керек. Алюминий нешінші болып тұр, және мына жерде қанша болып тұр деп санап аласыздар. Алдын ала дайындап қойдым. Алюминий 3 плюс сіздерде 4-шіге сай келіп тұр. 1S2, 2S2, 2P6 дегенге. Кальций 1-шіге сай келіп тұр. Хлор 2-шіге сай келіп тұр, және магний 3-шіге сай келіп тұр. Стрелкамен көрсетсеңіздер де болады, немесе астына мен секілді жазып қойсаңыздар да болады. 6-шы сұрақ. Алюминий күміс түсті ақ металл. Жылуды және электр тоғын жақсы өткізеді. Жер қыртысында таралу бойынша элементтер арасында 4 минус, металдар арасында 1 минус. Төртінші, металдар арасында 1-ші орында. Табиғатта оның жүздеген минералдары кездеседі. Алюминийдің периодтық жүйедегі орнын ескере отырып, оның электрондық конфигурациясы мен электрондық графикалық формасын жазып кестені толтырыңыз. Алюминийдің электрондық конфигурациясы 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1 мен бітеді. Оның электрондық графикалық формасын жазып кеттік. Міндетті түрде алдымен стрелка жоғары толтырылады, одан кейін бар төменге қарай толтырады. Түсінікті? Кестеде берілген химиялық реакциялардың типтерін анықтаңыз. Мынау берген теңдеулер, реакция теңдеулері және қандай типте
өтіп жатыр. Магний О SO2 екеуі бірігіп тұр. Магний SO3 өзіне қосып алды, оксид өзіне SO2-ні қосып алды да, бұл қосылу реакциясы болып тұр. Екіншісі орын ауысып жатыр. Купрум хлор 2-мен қосылып, гидраргиум бөлініп шықты. Жалғыз өз. Орын бірін басып тұр. Орын басу болады. Купрум OH екеселенген бөлініп тұр. Купрум О және су болып 2-ке бөлінді. Айырылу реакциясы болады. Феррум OH, феррум хлор 3. Натрий OH, феррум хлор 3. Мұнда феррум OH-ты тартып алып, натрий хлорды тартып алып, екеуі алмасу болып тұр. Алмасу реакциясы. Сөйлемді мұқият оқып, бос орындарды толтырыңыз. Бір күрделі зат айырылып, нәтижесінде бірнеше жай немесе күрделі заттар түзілетін реакция. Жаңа айтып өткендей, бір реакция 2-ке бөлініп жатса, демек бұл алмасу. Бірнеше жай немесе күрделі заттар түзілетін реакция. Алмасу емес, айырылу реакциясы деп аталады. Мұнда қате кетіпті. Айырылу реакциясы деп жазыңызда. Ас содасы ақ түсті кристалды ұнтақ, улы емес, өртенбейді, жарылмайды. Медицинада, химиялық өнеркәсібінде, тамақ өнеркәсібінде, тағы басқа жерлерде қолданылады. Ас содасының құрамы 27,38% натрий, 1,19% сутек, 14,29% көміртек, 57,14% оттектен тұратындығы белгілі болса, ас содасы формасын жазыңыз. Бұл берілген элементтердің барлығын белгісіз деп алсақ, натрий X, сутек Y, көміртек Z, оттек N деп алайық. Осының барлығының берілген процент содержаниясы, мынау үлесі, соның барлығын атомный массаға бөлеміз. Түсінікті? Атомный массаға бөлінгенде шыққан жауабын біз количество ретінде алып, оны округлять етеміз. Және сіздерде шыққан жауап натрий HSCO3 болады. Металдар мен құймалар әртүрлі заттармен жанасқанда олармен әрекеттесіп химиялық қосылыстар түзеді. Әсіресе жаңбыр, топырақ ылғалы, ауа әсерінен қоршаған ортада металдар бөлініп желінеді. Бұл кезде металдан жасалған бұйымның қасиеті мүлдем өзгеріп, ол біртіндеп бүліне бастайды. Бұл өте зиянды әрі қауіпті процесс, жемірілу деп аталады. Коррозия. Латын тілінде желіну деген сөз. Алюминийден жасалған бұйымдармен салыстырғанда темірден жасалған бұйымдардың жылдам жемірілуге ұшырауын себебін түсіндіріңіз дейді. Жалпы алюминийда коррозия не үшін болады, соны түсіндіру керек. Алюминий металлының бетінде оксидтен тұратын өте жұқа қабықша пайда болады. Осы металлды қоршаған ортамен жанасудан сақтап тұрады. Осы темір металлында ондай оксидтен тұратын қабықша жоқ. Темірдің таттану оттектің әсерінен болады. Коррозиядан қорғаудың кез келген екі жолын ұсыныңыз. Ең алдымен металл бетін жемірілуге қарсы тұрақты қабатпен қаптау керек. Жемірілуді баяулататын тезжегіш ингибитор заттарды енгізу керек. Келесі сұрақ, суретте металлдардың қышқылдармен әрекеттесу көрсетілген. Үш суретте реакция шабытты жүріп, көп мөлшерде газ бөлінеді. Екіншісінде реакция белсенді жүріп, газ бөлінеді. Үшіншісінде реакция белгілері байқалмайды. Бірінші, екінші сынақтарда металлдарды анықтаңыз. Реакция шабытты жүріп, көп мөлшерде газ бөлінсе, бұл магний сынақта магний бар деген сөз. Ал егерде реакция белсенді жүріп, газ бөлінсе, онда мырыш бар деген сөз.
осы екеуінің реакциясының астына жазып кеттік. Келесі сұрақ. Арман кобальт металының белсенділігін тексеріп көру үшін оны ішінде әртүрлі ерітінділер бар стаканға салып тәжірибе жасады. Төменде берілген кестеге плюс немесе минус белгісін қою арқылы кобальт металының қайсылармен әрекеттескенін анықтаңыз дейді. Берілген 4 реагент бар екен: аргент МнO3, H хлор, цинк SO4, кальций хлор 2. Енді бұның қайсымен әрекеттескенін жазып өтейік. Кобальт бізде аргентум NO3 пен түседі. Соляная кислота хлормен түседі. Цинк мына екеуімен түспейді. Түсінікті. Кобальт металының осындай қасиет көрсетуінің себебін түсіндіріңіз. Кобальт металы активті қатарды өзінен кейінгілерін тұздар ерітіндісін ығыстырып шығарады. Түсінікті. Осылай қысқа да нұсқа жазып кетсеңіздер болады. Себебі 90-дық жиынтық бағалауда өте көп тапсырма болғандықтан барлығын толығымен ашып жазып отыруға уақыт жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан ең алдымен қысқа да нұсқа жазып шығыңыздар. Уақыттарыңыз жетіп жатса, әрі қарай дополнительно түсіндіріп жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы. Мен Назерке Әлбекқызы. Сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Қош, сау болыңыздар. Пока-пока.